Қайырлы күн баршаңызға, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздер мен сегізінші топтың сұлу қыздары. Мен есім Құлпан. Советова Агурке. Серейка Тахмина. Және мен Мадиш Шұғла. Бүгінгі көктемнің шуақты күнінде жасанды интеллект адамзатқа қауіпті ме, әлде керісінше дамытады ма тақырыбында талқылау жүргізетін боламыз. Ендеше кеттік. Адамның миының жұмыс жасауына ұқсас бұл технология, атап айтқанда жасанды интеллект танымалдығы қазіргі таңда күн санап артып келуде. Тіптен онсыз өмірімізді болашақта елестету де қиын. Бірақ сіздер бұның шығу тегі туралы білесіздер ме? Мүлдем іздемегенсіздер ме? Онда тыңдаңыздар. Осы соңғы ғасырдың жартысынан бастап ғалымдар адам санасына ұқсас механизм ойлап табуға тырыса бастайды. Оған жасанды интеллект деген атау беріледі. Алғаш рет бұл терминді 1956 жылы Джон Маккарти деген америкалық программист ақш-та өткен ғылыми конференцияда қолданған болатын. Содан бері осы тақырыпты зерттеушілер мен оған қызығушылық танытушылар күн санап артып келуде. Осыған анықтама бере кетсем, жасанды интеллект бұл адамның интеллектуалды қабілетін қажет ететін тапсырмаларды орындауға арналған қабілетті бағдарлама, технологиялық құрал. Нейронды желілерді пайдалана отырып жұмыстарды автоматтандыру жұмысқа кеткен уақыт пен қаржыны үнемдеуге мүмкіндік береді. Ол рас, себебі Siemens, Toyota, General Electric сияқты ірі компаниялар да өзінің өндірістік салаларында осы жасанды интеллектіні енгізген болатын. Олардың айтуынша, осы жасанды интеллект қолдану арқылы олардың өнімдерінің сапасы артып, шығындары азайған екен. Жасанды интеллект бұл қазіргі таңда өте өзекті тақырып десек те болады, себебі технологияның алғышарттарының бірі болып табылады. Біз қолданып, осы өмірімізде қолданатын салаларда да кездестіріп жатамыз. Мысалы, білім беру, жекелендірілген оқыту, сонымен қатар ас мәзірін, бизнес талқылау, жоспарлау, байланыс және клиенттерге қызмет көрсету, сонымен қатар тіптен досты да алмастырып тастай да алуы мүмкін. Я келсем, мен басыма іс түскенде мен бірден ChatGPT-ға жүгінемін. Мен келіспеймін, себебі роботтар, яғни жасанды интеллект адамның орнын басып ала алмайды. Бірі келсе, бірі келіспейді. Ал ендеше осы өзекті мәселеде жасанды интеллект тек ғылым мен технология сферасында ғана емес, қоғам мен мәдениетте де маңызды рөл атқаратынын білеміз. Ал сіздер жасанды интеллекттің мүмкіндіктері туралы не айтасыздар? Я келсем, жасанды интеллект қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі, тіпті ол қолданылмайтын сала да жоқ секілді. Мысалы, ол медицинада да, бизнеста да, өнеркәсіпте де, тіпті білімде де қолданылады. Ал бүгінгі подкастта мен әлемге ең елеулі өзгерістер әкелетін екі сала жайлы талқылағым келіп отыр. Ол әрине медицина мен білім беру салалары. Медицина саласынан бастасақ, ол дәрігерлерге өте үлкен көмек көрсетуде, әсіресе диагноз қоюда. Мысалға, бұрын дәрігерлер диагноз қою үшін алдымен талдауларды зертханаларда жүргізіп, оларды салыстырып көп уақыт жұмсаса, қазір тура сол жұмысты 1 секундта орындап тастауға болады, әрине жасанды интеллекттің көмегімен. Мысалға, қазіргі таңда өкінішке орай кең тараған риноптилия деген ауру бар. Ол қант диабетінің асқынуынан көздің көру қабілетін нашарлайтын қауіпті ауру, және оның диагнозын анықтау үшін бұрын дәрігерлер бірнеше апта немесе айлап талдаулар жүргізетін, ал қазір Google-дың жаңа жасанды интеллект арқылы жасалған DeepMind деген жүйесі оны бір күнде анықтай алады. Ол қалай жұмыс істейді? Алдымен ол жүйеге мыңдаған пациенттердің көздерінің сканерлерін жүктейді және аурулардың белгілерінің сипаттамаларын береді. Ал жаңа пациент келген кезде ол жүйе сол пациенттің көзінің сканерлеп, бірден сол аурудың бар немесе жоғын және ол бастапқы түрі ма немесе асқынған түрі ма екенін анықтай алады. Менің ойымша, бұл технология адамның өмірін сақтауға үлкен үлесін тигізеді, себебі тезірек диагноз анықтаса, демек тезірек ем жолын бастай алады. Қандай керемет. Осыған байланысты бағдарламалар бар ма? Біз қолдануға болатын, бізге кеңес беретіндей? Я әрине,
біз дәрігерлерге тек қана ауырғанда жүгінбейміз, деніміз сау болғанда да жүгінуіміз керек, бірақ уақыттың тапшылығына қарай, өкінішке орай біздің оған уақытымыз жоқ болады. Бірақ біздің осы ұялы телефондарымызда да жасанды интеллект арқылы жасалған керемет қосымшалар бар. Мысалы Apple Health немесе Google Fit деген қосымшалар біздің қан қысымымызды, жүрек қағысымызды, тамақ рационымызды бәрін бақылай алады және бізге кеңестер беріп, салауатты өмір салтын ұстануға көмектесе алады. Қандай керемет, барлығымызға жүктеп алу керек екен. Ал енді білім саласына көшсек. Барлығымыз білеміз, жасанды интеллектті білім саласында қолдану аясы өте кең, бірақ ол бастапқыда бізге не үшін қолданысқа енгізілген? Ол әрине біздің оқуымызды жеңілдету үшін, бізге күрделі тақырыптарды оңай тілмен түсіндіру үшін, және сол секілді тапсырмалармен танысу үшін. Ал енді жасанды интеллектінің мамандықтарға байланысты өзекті мәселелеріне тоқталар болсақ. Қазіргі таңда мамандықтар мен жұмыссыздық мәселесі өте өзекті орын алуда. Әлеуметтік, экономикалық және технологиялық өзгерістер ол адамның жұмысын жаңа бағытқа өзгертуде. Бұл өзгерістер жұмыссыздықтың пайда болуына және де көптеген мамандықтардың жойылуына алып келуде. Алдымен жұмыссыздық мәселесіне тоқталатын болсақ, оған түрлі факторлар әсер етеді. Қазіргі таңда автоматтандыру, роботтардың пайда болып, олардың дамуы, сонымен қатар жасанды интеллектінің енгізілуі адамдардың жұмыссыздыққа ұшырауына себепші болып тұр. Сол себепті көптеген адамдар жұмыссыз қалуда. Айтарлықтай жайт, ол білім мен дағдының екеуінің арасындағы айырмашылық жұмыссыздықтың тағы да бір себебі болып табылады. Сіз айтып отырсыз, осы технологиялық процесс, жасанды интеллектінің дамуы көптеген адамдардың жұмыссыз қалып кетуіне әсер етіп жатыр дейсіз. Тіптен қазіргі таңда актуалды болып отырған мамандықтар болашақта мүлдем керексіз болып қалуы мүмкін. Жақында менің бір танысым айтып еді, алғаш рет калькулятор шыққан кезде, яғни есептегіш шыққан кезде, Америкада көптеген мұғалімдер қарсы шығып, осы көшеге плакаттармен қарсы шыққан, болды, енді болашағымыз қандай болады, адамдар өздері есептемейтін болды ғой, оқу әдістемесі өзгеретіндей жағдай болып жатыр деген сияқты өздерінің қарсы сөздерін айтып шыққан. Әрине олар өздерінің мамандықтарын сақтап қалғысы келді, өздерінде ойлап тұр ғой. Енді осы жасанды интеллектінің дамуы болашақта осындай қарсылықтарды алып келеді ме? Қалай ойлайсыз, адамдар осылай сыртқа шығу арқылы жасанды интеллектке қарсы шығады ма? Мен сен айтқанмен келісемін, және де менің ойымша ол әбден мүмкін. Себебі қазіргі күннің өзінде біз бірнеше мысал келтіре аламыз. Бірінші кезектен ол касса қызметкерлері және дәстүрлі кассирлер. Қазіргі кезде онлайн дүкендер қарқынды дамуда және де автоматтандырылған кассалар пайда болуда. Осы жайт кассирлердің жұмысын қысқартуда және де болашақта олардың жұмысы мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Келесі мамандықты айтатын болсақ, ол көлік жүргізушілері. Қазіргі кезде автоматтандырылған көліктер пайда болуда және де олар популяризацияға ұшырауда. Сол себепті болашақта адамдар көлік жүргізушілеріне мүлде қажет етпеуі мүмкін. Сол себепті көптеген мамандықтар қазір үлкен қатер үстінде тұр деп айтуға болады. Және де қорытындылай келсек, осы айтылған мәселелер, жұмыссыздық, мамандықтардың жойылуы қазіргі өте өзекті мәселелердің бірі. Сол себепті осы жасанды интеллект адамның болашақта жақсы жұмыстарда қызмет етуіне әсер етеді деп ойлаймыз. Біз қазір жасанды интеллекттің жақсы жақтарын ғана айтып жатырмыз деп айтуға болады. Негізінде жасанды интеллекттің кемшіліктері бар. Ең басты мәселелердің бірі ол адам баласының деградацияға ұшырауы. Мысалы, біз сендер айтып отырғандай, білім саласында да біз оны көп қолданамыз ғой. Мысалы, біз жаңа тақырып өткен кезде, біз сол тақырыпты толығымен түсіну үшін бізге мұғалімдеріміз есептер немесе тапсырмалар береді. Және де сол тапсырмаларды, есептерді шығару үшін біз ойлаймыз ғой, не үшін мен уақытымды осы кетіріп отырмын деген сияқты. Қазір
дамып кеткен чат GPT OpenAI-ға сала саламыз дейміз да. Сөйтіп бүкіл тапсырмаларымызды сол чат GPT-ға салып, бізге ол бүкіл жауаптарын айтып береді. Біз соны дәптерге көшіріп жаза саламыз, дұрыс па? Иә, күнделікті өмірімізде де болып жатыр. Иә, бұл менің басымнан өткен жағдай болғаннан кейін айтып жатырмын. Ол негізінде чат GPT ол әрине біздің дамуымызға көмектеседі. Біз түсінбеген тақырыптарды Айгерге айтып кеткендей бізге оңай тілмен жеткізуге көмектеседі. Бірақ адам баласы мен де өте еріншек адаммын. Мен ондай тақырыпты түсініп отырғым келмейді. Мен сол уақытта тезірек шешіп тастау үшін бүкіл тапсырмаларымды чат GPT-ға сала салсам болды. Ол басы адамзаттың деградациясы болып табылады. Яғни біз ойлауды тоқтатамыз, логикалық ойлауымызды тоқтатамыз, барлық ақпаратты біз өз миымызбен өңдей алмаймыз. Соның барлығын бізге жасанды интеллект, яғни роботтар істеп береді. Және ең басты кемшіліктердің бірі ол қазіргі таңда біз жасанды интеллекттерді көп салаларда қолданып жатырмыз ғой. Мысалы, Ұлпан айтқандай, кассирлер, мысалы бізде тіпті Астанада да көптеген ресторандарда біз жасанды интеллекттің роботтарын қолданамыз. Яғни заказдарымызды тасыған кезде олар бізге сол роботтар арқылы тасып береді, дұрыс па, тамақтарымызды және де басқа заттарымызды. Мысалы, қазіргі таңда Ryanair деген авиакомпаниялар көптеген чат GPT емес, жасанды интеллектті қолданады. Сол жасанды интеллектті қолданған кезде, мысалы, біз авиабилет сатып алғымыз келеді ғой, бірақ чат GPT біздің орнымызға сол жұмысын бәрін істеп берген кезде кішкене ақаулар туындап, алгоритмдерінде, механизмдерінде ақаулар туындап, кейбір адамдар өзінің самолеттарына отыра алмай қалады. Себебі олар барлығын жасанды интеллекттің мойнына іліп қойды. Сондай проблемалар, сондай ақаулар көбінесе сол ақш-тың Ryanair деген самолеттарында болған оқиғалар, шын оқиғалар. Және де негізінде чат GPT-дің және де басқа да жасанды интеллекттердің кемшіліктерін айта берсек көп қой негізінде. Мысалы, көптеген ақпаратты сұраған кезде де бізге чат GPT-лар дұрыс ақпаратты бермейді. Біз енді ерінгеннен кейін біз оны тіпті басқа интернеттен қарап іздестірмейміз. Ол ақпарат дұрыс па, дұрыс емес па. Біз үшін ең бастысы сол затты тезірек бітіріп қоя салу ғана. Біз қазір айтып жатырмыз, жасанды интеллект біздің орнымызды алып, яғни біздің де досымыз болады деген. Мен бұл оймен толықтай келіспеймін, себебі жасанды интеллект ол әрдайым робот, ол механизм, ол алгоритм, математика. Жасанды интеллект ол ешқашанда адамның орнын баса алмайды. Мүмкін кейбір профессияларда, кейбір жұмыстарда біз жасанды интеллект біздің орнымызда болуы мүмкін, бірақ олар біз сияқты эмоцияны қалай айтуға болады? Шығара алмайды. Біз сияқты шығара алмайды, көрсете алмайды. Біз адамдар бір-бірімізге мейірімдік танытып, бір-бірімізге махаббаттарымызды көрсетсек, Олар эмпат емес. Эмпат емес, олар робот болғаннан кейін олар әрине өзін адам сияқты сезінбейді ғой. Ол осы басты кемшіліктердің бірі. Керемет. Енді болашақта осы чат GPT, осындай жасанды желі қандай өзінің жетістіктерін көрсетеді деп ойлайсыз? Жалпы болашаққа көз жоғалтсақ, әртүрлі қазіргі мысалы техникалар, жасанды интеллект қарқынды дамып жатыр, бірақ оның әр салада жағымды және жағымсыз жақтары бар. Мысалы айта кетсек, ақыл ой салалары. Елгезі айтып кеткендей, оқушылар мен студенттер әртүрлі логикалық жағынан болсын, шығармашылық жағынан болсын, жасанды интеллекттің көмегімен барлық үй тапсырмаларын күнделікті
күнделікті тапсырмаларды жасанды интеллекттің көмегімен жасайды. Соның салдарынан ақыл ойдың әлсіреуіне алып келеді. Және де психологиялық тұрғыдан қарастырсақ, мысалы виртуалды ұялы телефондардың көмегімен, жасанды интеллекттің көмегімен көп жүгінсек, ол мидың әлсіреуіне әсерін тигізеді. Жағымды жақтарын айта кетсек, мысалы болашақта ұшатын автокөліктің прототиптері басқа елдерде шығарылып жатыр, бірақ ол әлі қолданысқа ие емес. Сол сияқты, мысалы қазіргі кезде жасанды интеллект көптеген мамандықтарды алмастыра алады. Мысалы қазіргі таңда Қытай елінде қонақ үйлерде даяшының қонаққа қызмет ету, тамақты апарып алып келу деген сияқты даяшының жұмысын жасанды интеллект роботтар жасайды. Ол тек Қытай елінде емес, өзіміздің Астананың қонақ үйлерінде де кездеседі. Және болашақта ұшатын автокөлік деп кеткенім, оларды басқаратын жасанды интеллектте болуы мүмкін. Ол дегеніміз жүргізушілердің көмегі ол кезде қажет болмауы мүмкін. Қандай салаларда қаттырақ дамиды деп ойлайсыз? Мысалы, ғылыми салалар болады ғой? Мысалы қазірдің өзінде жасанды интеллектке әртүрлі тапсырмалар берсек, ол дұрыс шешім жасалынады деп айта алмаймыз. Өйткені жасанды интеллект қазір математикалық, информатикалық, физикалық жағынан, химия жағынан болсын өте белсенді деп айта алмаймын. Сол себепті болашақта адамзатқа осы жағынан, информатика, есеп жағынан мамандықтар көп ұсыныс тудырады деп ойлаймын. Керемет. 90 ауыз сөздің толық етері, жасанды интеллектіні өз мөлшерінде дұрыс қолдану адамзаттың дамуына алып келіп отыр. Ал егерде оның мөлшерін дұрыс қолданбай, сіз өзіңіздің жеке шаруаларыңызбен, мәселелеріңізбен қолданатын болсаңыз, ол сізге азғындатуы мүмкін. Яғни сіз деградация жағынан кетуіңіз мүмкін. Енді біздің тобымыз осы жасанды интеллектіні толықтай талқылай алды деп ойлаймыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.